Сәлеметсіздер бе? Мен Сәриева Сеткүл. Сіздерге осы пайдалы кеңеспен үй жағдайында қалай емделу керек туралы айтқым келіп отыр. Мысалы, жаз айларында кейбіреулердің өкшелері жарылып кетеді, және қолдардың мынандай жері жарылып кетеді. Мына саусақтың, осындай сұқ саусақтың осындай жерлері, мына бас бармақтың осындай жерлері жарылып кетеді. Бұл неден? Сол туралы айтқым келіп отыр сіздерге. Ал енді өкшеменен мына қолдың жарылып кетуі көбінесе мына жас кездерінде сары ауру болған адамдарда көп кездеседі. Бауыр ауырған адамдарда көп кездеседі. Ол ішкі ағзалары, мысалы бауыр майланғанда, жировой гепатез деп айтамыз, ондай жағдайда көп кездеседі. Тамақты дұрыс пайдаланбағанда, мысалы майлы тамақ көп ішіп қойған, болмаса басқа сусындарды көп ішіп қойған, ішке дұрыс тамақтанбаған жағдайда пайда болатын нәрсе. Бұны қалай емдеймін дейтін болатын болса, мысалы оған тамақтануды дұрыстау керек. Тәттіні көп жемеу керек болады. Тәттіні көп жемеу. Бірақ сіздер ойламаңыздар, тәттіні көп жемеу керек болады дегенде, тәттіні совсем жемей тастауға ол да болмайды. Миға біздің тәтті де керек болады. Сондықтан тәттіні аз ғана мөлшерде өз уақытысымен жеу керек. Өз уақытысымен, мысалы, тәттіменен тамақты араластырып жеуге болмайды. Солай емес пе? Тағы да басқа, мысалы, шамадан тыс мөлшерде жеуге болмайды. Сондай жағдайларда жеуге болмайды деп айтамын. Ал біратала жемей таста деген сөз емес бұл. Мөлшерімен ғана жеу керек болады. Ал енді жаңағы өкше жарылып кеткен жағдай, бір жағы сырт, ішкі ағза ысиды. Адамда ішкі температура үлкейеді. Сондай жағдайда тіл ойылып кетеді. Және ұйқы безі ысынып кетеді. Isып кетеді және ісініп кетеді. Сол жағдайларда, мысалы, асқазанда өзінің слиздері көп қой. Асқазанда кәдімгі қажетті мөлшерде жаңа сілекейлері бар. Ал сол сілекейлерде, мысалы, мына жақтан өт құйылса, асқазан қызып кеткен жағдайда, сондайда мына ішке тамақ жақсы қорытпай қалады. Жақсы тамақ қорытпай қалған кезде қайтеді? Іштегі ыстық мына тілге кетеді. Тілге кетеді де тіл ойылатын сондайдан болады. Сонда сіз ішкі ағзаңызды дұрыстайтын болсаңыз, тілдің ойылғаны болмайды және дереу жазылады. Ал енді аяқтың, өкшенің тілініп кетуінің өзі мына ішкі ыстықтан адамға температурадан пайда болатын дүние. Бұл көбінесе бауыр ауырған, өт ауырған адамдарда көп кездеседі. Ұйқы без ауырғандарда да көп кездеседі. Бірақ әркімнің ағзасы әртүрлі. Кейбіреуде, мысалы, ішкі құрылысы ауырғанда бірден өкше жарылып кетеді. Бауыр ауырған адамдарда бірден өкше жарылып кетеді. Кейбіреулерде ондай болмайды. Бауыр ауырады, бірақ өкше жарылмайды. Сондықтан әркімнің организміне байланысты жазылады. Сондықтан мына тағамды дұрыстау керек. Ішкен жеген тағамды дұрыстау керек. Бірімен бірін қаша құсап жемеу керек тамақты еш уақытта. Мысалы, ет жесеңіз, артынан шай ішпеңіз бірден. Шайды бір жарты сағаттан кейін ішіңіз. Болмаса нан жесеңіз, май жесеңіз, оған вареньені қосып жемеңіз. Біз бәрін араластырамыз ғой. Нанды жағамыз, майды жағамыз, үстіне вареньені жағамыз, балды жағамыз, сөйтіп жейміз. Оның бәрі сізге зиян келтіреді. Сондықтан тек қана майға, нанға майды ғана жағып жеңіздер деген сияқты әрқайсысын бөлек-бөлек пайдаланатын болсаңыздар, сіздерге бұл өте пайдалы болады ағзаңызға. Ал енді өкшенің жарылғанына жаңағы жылы суға салып, оны жақсылап күтіп, нәски киіп, кейбіреулердің өкшелері тек қана ішкі құрылыстан емес, ыстық суықтан да жарылады, шаңнан да жарылады, өте ыстықтан да жарылады. Ондайда не істейсіз? Аяғыңызды жуыңыздар, жақсылап күніге кешке жақын майлап отырыңыз, теріңізді жұмсартып, содан кейін нәски киіп жүріңіз деп айтқым келеді. Сонда сіздердің ешқандай өкше жарылуы, ауыз уылуы олар болмайды. Мен сіздерге осы айтып отқандарым видеоға ұнайтын болса, әлеуметтік желіде бөлісіп, тіркеліп, қоңыраушаны басып, және сұрақтарыңыз болса комментарийге жазсаңыздар болады. Әрине, кейбіреу комментарий жазған кезде тез жауап бермедіңіз деп жатады. Әркімнің уақыты бар, менің жұмысым бар, жұмысымен бөлек өзім творчестволық жұмыстарым да бар. Және сондай жағдайларда кішкене сәл кешіктіріп берем, бірақ міндетті түрде жауап берем. Комментарий жазған адамға жауапсыз қалмайды. Оның кейін тағы да бір ескертетін жағдай, комментарийді көбінесе біз телефонды жазып қоямыз. Сол телефонға жазу керек сұрақтарды.
аны жерге комментарий жазсаңыздар болады. Өткені комментарий жазғаннан кейін арқарда WhatsApp-қа шықсаңыздар болады. Әлеуметтік желімде біреудің мысалы геморрой шығып кетеді, біреудің басқа гинекологиялық жағдайда неше түрлі нәрселер болады. Сол әлеуметтік желіде үлкен де кіші де отырған жерде оның бәрін оқып отырғанымыз дұрыс емес қой. Сондықтан осындайды жазсам деп сіздер WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беруге әр уақытта дайынмын. Менің видеом ұнап жатса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.